Таң кофеден басталмайды. Менің өзімнің сүйікті медитациям сиыр сауадан басталады. Осылайша менің таңғы міндетім аяқталды. Енді жұмысқа дайындаламыз. Жаз буын болған соң трендтен де қалмаймыз. Жұмысқа дайындығымды тренд арқылы көрсетсем, қабыл алыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Мен Майлыбайлаура Жанарбек қызы, нөмірі 6-шы орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі. Мұғалім болу мен үшін жай ғана мамандық емес, жанымның таңдауы. Мұғалімдік өмірімнің бір күні қалай өтетінін бірге бақылайық. Тыңдап көремді, мұңды емес көңілді, ескемес бүгінгі. Қарсы алар таңыңды, әрдайым көңілді, үзбей еш үмітті. Білмедік мұңға, жеңілмедік сынба өмірде. Әнімді сен тыңда, қосыл бірге шырқа менімен. Ела бола жаза жалғанда барында. Мен үзіліс уақытында не істеймін? Бірге тамашалайық. Так, бос уақытымды пайдаланып, балалардың дәптерін тексеріп, журналға бағаларды құйып, тез толтырып тастасам, бүгінгі жұмысым жеңілдейін деп тұр. Не деген генийсің, Лаура. Алайда мектептің өзінің жоспарлары бар. Әрқашан бәрі жоспар бойынша жүре бермейді. Әріптестермен сабақ талқылау, іс-шараға дайындық, сабаққа қатысып тәжірибе жинау деген мектептің маған құрып берген тапсырмасы мен құрған жоспардан 2 есе қызықты әрі пайдалы болып өтті. Осымен менің бүгінгі жұмыс уақытым аяқталды. Мұғалімнің бір күні тек сабақпен шектелмейді. Бұл жауапкершілік, шаршау, шабыт пен шынайы өмір. Үзіліс уақытында бәрін үлгеру мүмкін бола бермейді. Сабақ, дәптер тексеру, журнал толтыру бәрі бір-бірімен қабаттасып тұрған. Сондықтан көп дүниені үйге алып кетуге тура келеді. Жұмыс уақыты тек мектеппен ғана шектелмейді. Үйде де жалғасады. Идеалды күндер аз, бірақ әр сәттің өз естелігі, өз мағынасы бар. Бастысы сүйікті ісіңмен айналысып, әр күніңе риясыз күлкі қоса алу. Осылайша менің мұғалімдік өмірімнің бір күні аяқталды. Ендігі кезекте ертеңгі болатын бос уақытымда мүмкін орындалмайтын жоспарды құру қалды.